назар аударыңыз. Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды соңына дейін білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнаға жазыла өтіңіз. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеген әлеуметтік кодекстегі нормаға сәйкес, батыр аналарға төленетін жәрдемақы мөлшері көбейеді, деп хабарлайды ел көзі ақпараттық агенттігі. 1 шілдеден бастап республикалық бюджеттен алтын алқа алған батыр ана атағы бар, яғни 7 және одан да көп бала туып, тәрбиелеген, 1 және 2 дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған аналарға төленетін әлеуметтік жәрдемақы мөлшері 7,4 айлық есептік көрсеткішке дейін 2023 жылы 25.530 теңге өседі делінген кодексте. Бізді бақылауды жалғастырыңыз, және де осы хабарды көптеген достарыңызға жіберіп, астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.